сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписация және бір ғана лайк түймелерін баса отыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастадым. Жалғыз ұлымды әскерге аттандырып, үйіме мәйіті келді. Қорғаныс министріне үндеу. Әке үндеуі. Маңғыстау облысында ұлының өліміне қатысты болған қайғылы жағдайдан соң сарбаздың әкесі әлеуметтік желіге видео үндеу жолдады. Министрге талап, ол еліміздің қорғаныс министріне бұл жағдайды өз бақылауына алып, тергеудің әділ жүруін қамтамасыз етуін сұрады. Баламның бетіне тиген тапаншадан шыққан оқты байқаусызда атылған деген қорытынды берілген. Мұны оқыс жағдай деп отыр. Офицер тапаншаны ермек қылып ойнаған. Сөйтіп ол шүріппен абайсызда басып алған. Тапанша атылу үшін алдымен оны оқтау керек, сосын сақтандырғыштан шығарылуы керек емес пе? Ол қалай бірден атылып кетеді деген сарбаздың әкесі бұл іске қатысы барлар мәселені осылай жаба салғысы келіп отырғанына ашулы. Қалай болды? Маңғыстау облысындағы Оймаша полигонында бір сарбазға байқаусызда оқ тиіп көз жұмған қайғылы оқиға Батыс өңірлік қолбасшылығы бөлімдерінің жиыны кезінде болған. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.